айтып Так, кеттік. Ал достар, енді көпшіліктің сұрауы бойынша Қазақстаннан өздеріңізбен бірге не алып келулеріңіз туралы атап өтеміз. Осы Қазақстанға баратын кезге список жазып қойдым, соны оқып берейін. Ең алдымен Қазақстаннан не алып келген дұрыс? Как бы банально не звучало, бірінші очередь қаз алып келдім, піскенін, піспегенін, фольгаға орап. Өйткені бұл жақта яғни үйді жалға алып тұратын ағаларыңыз, достарыңыз болады, міндетті түрде солардың үйіне барып пісіріп жейсіздер. Турцияда жылқының етін ешкім жемейді, сол үшін міндетті түрде. Және бұл жақта қара ет өте қатты қымбат. Қара ет? Қара ет, иә. Одан кейін негізі екінші орында дәрі алып келгендеріңіз дұрыс. Қандай жағдай болмасын, кішкене ауырып қалсаңыз да дәрігерге барып көрініп жүрмейсіз, просто өзіңіздің дәріңізді ішесіз. Самый легкий вариант парацетамол секілді ең керекті дәрілеріңізді алып келгендеріңіз дұрыс. Себебі сіздердің сақтандыруларыңыз дайын болғанға дейін кім біледі қандай жағдай болатынын, өзіңізбен бірге дәрі болған дұрыс. Сосын кітап оқуды жақсы көретін достарыңызға орыс тілінен, қазақ тілінен кітапты өзіңіздің өлкелеріңізден алып келген дұрыс. Өйткені мына жақта орыс тілінде кітаптар жоқ. Одан кейінгі айтатыным қыздарға болады. Енді қыздар көбінесе косметика алады. Бұл жақта косметика қымбат. Сол үшін ол косметиканы да сапасыз, иә, косметиканы да Қазақстаннан алған дұрыс. Дашырак алып келеді. Мұнда мүлдем енді ащы тағамдарды жақсы көретіндер, мен секілді адамдар, готовый лапшалар, тез дайын тамақтар қалай айтады қазақша, пиш-пакеты. Олар мүлдем жоқ. Бар болған менде бір-екеуін көрдік, дәмін татып, бірақ бізге ұнаған жоқ, иә. Нормально, бірақ рамион деген сияқты, иә. Сосын келерден алдын суши жеп алыңыздар. Жақта суши жоқ. Тағы кеңес беретін едім, техникаларды Қазақстаннан алып келген дұрыс деп. Мысалы, біздегі AirPods наушниктер мұнда 2 есе бағада қымбат болады. Сол үшін артық покупка жасамау мақсатында, ақшаларыңызды үнемдеу мақсатында Қазақстаннан барлық техника технологияларын алып келіңіздер. Гречка алып келіңіздер. Гречка вообще жоқ. Сгущенка. Так, что еще? Варенье, цицибели, банкіде жабылған заттардың барлығын алып келсеңіздер болады. Одан кейін тез жасалатын кашалар, өйткені мына жақта вообще каша жоқ. Енді прям кашаны жегіміз келеді деп айтпаймын, енді болады. Кейде сағынасың, сол үшін жақсы ғой. Бір нәрсе жегіңіз келсе жеп аласыз. Қазақстан шоколад, конфет алып келіңіздер, печенье. Қазақстан шоколадын міндетті түрде алып келіңіздер. Давай енді заключение жасап жүрейік та. Өз жасайды ол десең да. Жасайды. Біздің ана күліп быт-шыт болатқан жеріміздің бәрін оставайтесь с нами. Ол бүйтеді білесің бе, біздің позор болғанымыз бәрін соңына қарай қосып қояды ол. Сонымен бітіреді. Қойшы қайдағы? Соңында дейін қарамағансыз ғой. Ладно, кеттік.